Бізде жасап көрейік, қалай жасайтын еді, былай меді. Вау, десең. Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бұл видео өте қызық болайын деп тұр, сол себепті лайк басып, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Былай айтқанда, YouTube-тың салт дәстүрін сақтап отырыңыздар. Қазіргі жағдай былай болып тұр. Мына жер сырылған болатын, кәдімгідей майысқан болатын, шығардық, шпаклевка жақтық, қара грунтовка шашып қойдық. Әлі грунтовканың беті шкөкленген жоқ. Алдыңғы жағдайын көргіңіз келсе, біздің алдыңғы Subaru Outback бірінші, екінші видеоларды көріңіздер. Мына жақтарында енді қатты көп шпаклевка жағатын жерлері жоқ. Мына жерде жағылатын жері бар екен, шпаклевка оған жағылды. Мына жерде Subaru деген ба? Жазу тұратын екі тесік бар, онда жамалды. Ешқандай жазу болмайды. Мына жаққа да шпаклевка жағып, грунтовка шаштық. Мына жерде бір шпаклевканың трещинасы бар екен. Осы жерге де шпаклевка жағып, грунтовка шаштық. Сосын астындағы молдингдарын герметикпен отырғызып қойдық. Түсқамау үшін, ол да бәрі бір түсте болады. Негізінен почти толық шкөкленіп дайын тұр деп айтуға болады, 98%. Енді кішігірім жерлері қалды, қарап шығу керек жалпы. Негізгі ойым алды жағы қалып, артын толықты бояп тіземіз ғой деп ойлағам. Төбесімен қосып. Крыло, капот, бампер, олар былайда отдельно боялады. Негізі капот енді ақ капот. Енді қазір біз крылоны қоймасақ болмайын деп тұр. Крылоны қойып, крыломен бірге боямасақ болмайын деп тұр. Неге? Өйткені мына жерде астында мынандай не бар? Юбка ма қалай етеді? Мына нәрсе. Бұл крыло. Мынаның артынан жабысады крыло. Мынанда отдельно бояуға болады, бірақ бізде кішігірім тюнинг, классикалық тюнинг болайын деп тұр. Мынандай нәрсе алып келген. Не деп айтатын білмеймін енді, атау қалай. Бұл мынаның сыртына жабысу керек. Бұл өзі жабысатын ештеңе жоқ. Мынаның ішінде ілдіріп қоя салатын бірдеңемен. Мына екі шетінде бар, ілетін ана жағында. Олмен киемейін деп тұр бізге. Біздікі қазір мынаның өзінде тұрғанның сыртынан жабыстырып, астында еще мынандай жері ашық тұрады. Мына жер ғана ілет, мынандай жерінде ашық тұрады. Соны бірдеңемен толтырып, пенамен бе бірдеңемен толтырамыз. Үшін бірдеңе осыған жабыстыру керек қатырып. Сосын барып краскілеу керек болып тұр. Егер жеке өзін бояйтын болсақ, қалай жабыстыратынымыз білмеймін, басым жетпей тұр оған. Соның үшін мынаған қатыру үшін крылоны салып тастау керек болып тұр. Ал крыло бізде өзінің крылосы емес, ол Legacy'дің крылосы ма, сондай бірдеңе. Қазір көрсетемін. Крыло міне мынандай. Мынау өзінің крылосы. Мынау алып келген крыло. Мынандай крыло көп, бірақ мынандай өзінің крылосындай аз қымбат. Қытайдың өзі қымбат екен. Соған енді түрінен көрініп тұр, мына өзінің емес екенін. Мына жерін біз ауыстырамыз. Мына астын өзінігін саламыз, мынаған мына жерден кесіп. Енді мына бордюр қалу керек негіз. Болмаса біз мына жерден қателесіп кетуіміз мүмкін. Мына жерден кесіп, ескісін қоямыз. Мына тесік жамап тастаймыз. Төбе жақтары келеді. Сосын мына жерге мейді айтпақшы. Мына жерде мынандай кішкентай бір биік жер бар, ойылып биік болып кететін. Мынанікі ондай қатты емес. Машинаның өзінде тұрған есік жақтары да ондай қатты мынау сияқты емес. Мынау сияқты кішкентай ғана бит майысқан. Ал мынада кәдімгідей беті ойылып барып майысып тұр. Бұнда енді білем кішкене шпаклевкамен толтырамыз, оны сосын көреміз. Есік крылосының аст жағын кішкене тоқпақтадым. Мына жағын ондай оқып қалған ғой, жағын бұл. Қазір мына жерден кесеміз бұйырса. Мынанда формасы кетіп қалған негізі. Барынша тырысамыз, енді қаншалықты жақсы шығатын білмеймін енді. Енді мына жері мынаумен ұқсайтын сияқты. Примерно. Крылоны кесіп тастадым, сәл үлкендеу етіп кестім.
мынандай үлкендеп өтіп кестім қоятын жерімді да. Сәл басты қатырып тұрған жері мен просто мынаны айдаладан кесіп қойып отырмын. Егер мынандай сызықтан кескен кезде ол сызықтан кесіп мынандай сызықтан кесіп қоя салатын. Бірақ біздікі келмейді, екеуі екі түрлі нәрсе болғасын. Қазір енді мен бүйтіп ойлап отырмын. Есеп бойынша мына жерде енді мынандай нәрсе бар екен. Осының мына жағынан кесем, тегістеп тұрып. Өлшеп тұрып тегістеп осыдан кесіпсем. Мынада да мынандай нәрсе бар, міне. Мына жерден бетемді. Мұнда мына жерден қалдырып, кесіпсем тегістеп. Сосын екеуін қосам. Енді есептеп көрдім, примерно 3-4 мм ойнап тұр. Қазір көреміз, бір прихваткамен көремін де, жабыстырып көрем. Болса, полный сварклеп істеймін. Екеуін тегістеп, прихватка беріп, машинаға әкеп қойдым. Жағдайым мынандай болып тұр, міне. Екеуі разницасы почти 2 сантиметр түсіп тұр, мына төмен қарай. Қайта кестім де ортасына 1 сантиметрлік қағылдыр қойдым. Енді жағдайы мынандай болып тұр, міне. Бұлай қарағанда жерлер кішкене енді қысады. Мына жақтан шовы да кішкене келіп тұр, нормально. Мына жағы да келіп тұр. Бірақ мына жері жаман болып тұр. Мынау келіп жоғарыдан келетқан мына тегістік прям өтіп кетпейді. Мына жеріне. Осы жерден бірдеңе қылып бүйтіп тегістей жіберуіміз керек. Басқа вариант жоқ. Енді мынаның ең үлкен жері мен мынаның ең кішкентай жерін әкеп біріктірдім де сөйтіп сварклегем ғой басында. Енді ол болмай қалды, енді не істейміз енді. Өстеміз де осыны қазір кішкене бүйтіп екеуінде білдірмей жоғатып жібереміз. Енді басқа вариант жоқ. Бұлай енді нормально тұрған сияқты қағанын шпаклевкамен келтіреміз қағанын. Мынаны сварклеп, болттарын орнына қатырып қойдық, крилоны. Аяқтарын үшке өртеттім. В общем, астын кесіп үстіне мынаны қоя сал деген өтірік әңгіме екен, негізі келмейді ол. Келмегенде мынандай да болып тұр қазір мына жерде. Пластмассын бүйтіп қойған кезде мына жағында мынандай әңгіме болып тұр. Өйткені мен жаңа келмей қалғанға мынаны кішірейттім былай қарай. Қазір көреміз, онда бірдеңе болар. Негізі бұның бүйтіп ауыстырғаннан пайда жоқ, негізі вообще пайда жоқ, келмейді. Уақыттың өткені ғана қалады екен. Қазір енді мына жерде де кішкене мындай нәрсе бар. Көрініп тұр ма, көрініп тұр, мына жағынан көрсетейін. Мына үлкен кәдімгідей. Сосын бұл сызық ұшына дейін кеткен. Мына жер кәдімгідей ойық былай болып тұр. Осының бәріне қазір мына жерде де ауылда гараждың печетін басам қазір. Мына крылоның жағдайы мынандай болып тұр, міне. Грунтовкасын шашып шүкіртетіп қойдық, краске дайын бұйырса. Мына жердің жағдайы мынандай. Мына жерде 1 сантиметрдей разница бар еді, оны да келтірдік. Мына сызықта келді. Мынаны да жабыстырып қойдық. Бұны былай жабыстырдық. Астында өзінің мынандай юбкасы бар. Ол примерно осындай 5 сантиметр ма. Соны жақсылап шуруппен қатырып алдық, соның үстіне мынаның астын двухсторонний скотч бердік до конца. Ортасы сонымен жабысып тұр скотчпен. Ал мына жағы мына жерден шуруп жібердік, мына 3 шурупты. Енді салмағы ондай қатты ауыр емес, артына пена шашам ба деп ойлаған, толып тұрады мына жерде қазір. Мынанша бар, екі юбканың арасы осынша ашық тұр, мына жер ашық қазір. Соны толтырамын деп ойлаған, ол керек емес сияқты, жеңіл, ондай ауыр емес. Мына жағына шуруппен, мына жағына герметикпен, лобовойдың герметигін жағып, скотчпен бүйтіп жабыстырып қойдық, тартқызып қазір мына кепті жақсы. Мына жағы енді мынандай міне. Мына жерлері кішкене егелді, өйткені формасы сәл ұқсамайды екен. Жалпы осындай болып тұр қазір жағдайы. Бұйырса краске дайын, тазаланып, шкугленіп, скотчтарын жабыстырып қойдық. Жерге міндетті түрде су шашу керек. Қыс болсын, жаз болсын су шашу керек, шаң көтермеу үшін. Осымен қазір бұйырса красканы бастаймыз. Краскасы бітті бұйырса. Мына краскені сәл түсін алмадым. Қатты сұйық етпек, соның өзінде шаңы басқаша жабысады екен. Мына жерде бояп атқан кезде ана жаққа шаң жабысып тұрады уже. Қарсы осы жерде бояп, ар жағын салфеткамен сүртіп, сөйтіп жүрдік. Кішкене көбірек уақыт кетті, көбірек нерв кетті. Қазір бұйырса енді лакты бастайын деп отырмыз.
Bir слой лак шашып қойдық. Шылықтары жақсы. Қазір екіншісін шашамыз, кішкене кепкесін. Көреміз енді, нормальный болса екімен қалады, болмаса үшінші слойда жібереміз. Екі слой лакты шашып тоқтаттық. Осымен болды, әдемі тұрды. Лакты бірінші рет пайдаланып отырмыз, өте әдемі лак екен. Шылықтары өте керемет. Бұжыр-мұжыр пачок, анау-мынау ештеңе жоқ. Өзі әдемі жайылатын лак екен. Полировка вообще керек емес. Маған ұнады. Негізі үшінші бөлімді толық бітіріп, сөйтіп шығарам деп ойлаған, бірақ та видео ұзаққа созылып бара жатыр. Сол себепті осымен үшінші бөлімді аяқтап, толық біткен нұсқасын төртінші бөлімде көрсетейін деп отырмын. Бүгінге осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.